Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Каналымның жалпы көрермендер саны көбейіп келе жатқаны қуантады. Егер сіздер пайдалы дүниелер алып жатсаңыздар, бұл мен үшін тек қуаныш. Көп рахмет қосылып жатқандарыңызға. Бүгін мен сіздерге әйелдерге арналған ғылым хал кітабынан намаз оқымайтын адамның оразасы қабыл бола ма деген сұраққа жауапты оқып беремін. Әрбір ғибадат бөлек қарастырылады және олардың арнайы бекітілген періштелер жазып отырады. Оқылған намаздар бір бөлек, оразалар бір бөлек жазылады. Әрбір ғибадатты орындауды талап ететін өз шарттары бар. Егер ғибадат жасау барысында аталған шарттар орындалған болса, ол қабыл болып адамның барлық амалдары арнайы дәптерге жазылады. Сондықтан бір ғибадат екінші ғибадаттың салдарынан қабыл болмайды деуге болмайды. Яғни намаз оқымайтын адамның оразасы қабыл емес деген нақты дәлел жоқ. Сондықтан намаз оқымайтын адам оразаны шартына сәйкес орындаса, оразасы қабыл болады. Әрі ол Рамазан айында ораза ұстау міндетін атқарған болып саналып, өзіне тиесілі сауабын алады. Дегенмен Рамазан айында орындалатын басқа құлшылық түрлеріне жазылатын сауап басқа айлармен салыстырғанда әлдеқайда артық екенін ұмытпаған жөн. Оған қатысты Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Алла былай дейді: әрбір игі іс үшін 10 еседен 700 есеге дейінгі мөлшерде сауап беріледі. Бірақ ораза мен үшін оның сауабын өзім беремін, және ораза тозақ отына қалқан деген. Тағы бір хадисте Рамазан айында Алланың мейірімділігіне деген үмітін үкілеп, түннің бір уақытында құлшылық ету үшін тұрған әрбір адамның өткен күнәлары кешіріледі делінген. Рамазан айы туғанда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деген: Рамазан сендерге игілік әкеледі. Бұлайда Алла сендерді өзінің рахымына бөлеп, мейірімін төгеді, қателеріңді кешіріп, дұғаларыңды қабыл етеді. Алла бұлайда сендердің игі амал жасауда бір-біріңмен жарысқандарыңды көріп, періштелерінің алдында сендерді мақтан етеді. Алланың алдында ізгілікке ұмтылыңдар, ал нағыз бақытсыздар Алланың рахымынан қуылғандар. Осындай қуанышты хабармен сүйіншілеуіне қарамастан, Рамазан айында басқа ғибадаттарды орындамай, тек ораза ұстаумен өткізген иманды жан көп игіліктен құр қалатынын ұмытпаған жөн. Оқыған Марфуға Шапян. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар.